Арай мұғалім, саламатсыз ба? Даусыңыз естіліп тұр ма? Естіліп тұр. Естіліп тұр. Жақсы. Кімді қолдау керек? Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бастай берейік. 12 адам қосылған екен, енді қалған мұғалімдер тағы да қосыла жатыр. Біз Мағжан Жұмабаев атындағы гимназиясының қазақ тілі мәдениет пәнінің мұғалімдері Жұматай Бақтысәбетовна және Өмірбаева Дана Мұратовна. Біз бүгін сіздердің алдарыңызда 5-ші сыныптарға арналған мағжантану оқу бағдарламасы мен оқу құралын ұсынамыз. Мағжан өлеңдері қазақтың сөз өнері үшін жаңа табиғатты ерекше туынды. Ақын өлеңдерін оқыта отырып, оның түсіну қабылдау қасиетінің айрықша мол. Әрқилы екендігіне оқушылардың назарын аударту. Сол арқылы Мағжан поэзиясының әлемнің ірі ақындарымен қатар тұра алатындай суреткер екендігінің негізгі арналары ашылып, оны тереңдетіп зерттеу оқу жүктеледі. Мағжанның поэзиясындағы ұлтына деген сүйіспеншілік, ақынның ішкі жан толқынынан туындағанына оқушылардың көзін жеткізу. Яғни біз өзіміз Мағжан Жұмабаев атындағы гимназиясында жұмыс жасағандықтан, мағжантану оқу құралын жазу біз үшін үлкен міндет болды деп айтамын. 5-ші сыныпқа арналған мағжантану оқу бағдарламасы мен оқу құралының өзектілігі бүгінгі таңда білім беру мекемелерінің алдында тұрған үлкен міндеттердің бірі. Жас ұрпақты рухани бай, ар жданды, адамгершілігі биік, елін жұртын сүйер, елжанды азамат етіп тәрбиелеу, құндылықтарды бойларына сіңіру. Бұл міндетті жүзеге асыру үшін инновациялық бағыттағы оқыту құралдарын дайындау, ұрпақты тәрбиелеу оқытудың бірден бір тиімді тәсілі. 5-ші сыныптың мағжантану курсына арналған оқу бағдарламасы мен оқулығы осы мақсатты жүзеге асыруға арналған. Бұл құрал келесі нормативті құжаттар негізінде әзірленді. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың бастауыш негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын бекіту туралы Қазақстан Республикасы оқу ағарту министрінің 2022 жылғы 3-ші тамыздағы 348-ші бұйрығы, Қазақстан Республикасындағы бастауыш негізгі орта, жалпы білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8-ші қарашадағы 500-ші бұйрығы, Қазақстан Республикасы оқу ағарту министрінің 2023 жылғы 26 қазандағы 323-ші бұйрығы, 2024 жылғы 8 ақпандағы 27-ші бұйрығы өзгертумен толықтырылуымен. Жалпы білім беру ұйымдарына арналған жалпы білім беретін пәндердің бастауыш негізгі орта және жалпы орта білім деңгейлерінің таңдау курстарының үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы оқу ағарту министрінің 2022 жылғы 16 қыркүйектегі 399-ші өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы оқу ағарту министрінің 2023 жылғы 5-ші шілдедегі 199-ші бұйрығы. Және сонымен қоса Қазақстан Республикасында білім беруді және тәрбиелеуді дамытудың 2022-2026 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы, Қазақстан Республикасы оқу ағарту министрінің 2022 жылғы 15-ші шілдедегі 324-ші бұйрығы.
Бұл бағдарламада ұлттық құндылықтарды насихаттауға, тұлғаның рухани адамгершілік дамуына, патриоттық тәрбиеге ерекше мән берілген. Бағдарламаның жаңалығы бұл курс дәстүрлі әдеби білім беру әдістерінен бөлек оқушы тұлғасын жан-жақты дамытуға бағытталған жаңашыл педагогикалық және психологиялық тәсілдермен ерекшеленеді. Яғни өз ішінде педагогикалық жаңалық және психологиялық жаңалықты бөлікке бөліп қарастырды. Педагогикалық жаңалығы бағдарламада тұлғаға бағдарланған оқыту қағидаттары басшылыққа алынып, оқушылардың білім алу барысындағы белсенділігі мен шығармашылығын арттыруға ерекше мән беріледі. Мағжан шығармаларын талдауда заманауи оқыту технологиялары сыни ойлау, зерттеушілік оқыту, деңгейлік тапсырмалар рефлексия кеңінен қолданылады. Сабақ мазмұны баланың жас ерекшелігіне, қабылдау деңгейіне сай бейімделіп, ұлттық мазмұнды оқу материалдары арқылы тәрбиелік және танымдық мақсаттар жүзеге асырылады. Психологиялық жаңалығы курс оқушылардың ішкі жан дүниесін, эмоционалдық интеллектісін дамытуға, тұлғалық бағдары мен құндылықтар жүйесін қалыптастыруға бағытталған. Ақын поэзиясындағы терең сезім, ұлттық рух, болмыс пен таным мәселелері бала санасында көркемдік арқылы қалыптасып, эстетикалық тәрбие мен рухани жетілудің арқауына айналады. Оқушылар өз пікірлерін еркін білдіріп, авторлық позицияны сезініп, өзіндік ой қорытындыларын жасауға ынталандырады. Бұл баланың өзін-өзі тануына, өмірлік ұстанымын нығайтуға, шығармашылық қиял мен рухани сезімталдығын оятуға ықпал етеді. Осылайша курс тек білім беру құралы емес, ұлттық рух пен сана қалыптастырушы, шығармашыл әрі жауапкершілігі жоғары, жас ұрпақты тәрбиелеуші мазмұнды платформа ретінде ерекшеленеді. Бағдарламаның мақсаты поэзия әлемінде айрықша із қалдырған, ұшқыр қиялға толы өлең дүниесін кейінгіге аманат етіп қалдырған ақын шығармасын жеке алып тереңдетіп оқыту. Бағдарламаның міндеттері Мағжанның шығармаларын жан-жақты саралап талдау арқылы оқушылар бойына ұлттық құндылықтарды сіңіру, деңгейлік тапсырмалар орындату арқылы әр оқушының жеке қабілетін, шығармашылық деңгейін дамыту, өзін-өзі дамытуға және өз бетінше дұрыс шешімдер қабылдауға, адамгершілік тұрғысынан жауапты болуға үйрету, қосымша түсініктер арқылы ақыл ойларын дамыту, қызығушылығын арттыру, ақын идеяларын күнделікті тұрмыста басшылық алуға тәрбиелеу. Енді бізде өзі Мағжан мектебі болғандықтан бізде жыл сайын Мағжан оқулары қалалық деңгейде өткізіледі. Яғни біздің кез келген оқушыларды сұрасаңыз, олардың негізгі ұраны осы Мағжан Жұмабаевтың «Мен жастарға сенемін» өлеңі болып табылады. Бұл жұмыстарды біз пәндерде және сынып сағаттарында да үнемі Мағжан өлеңдерін жатқа сұрап отырамыз. Сол оқушылардың ұранына айналған бір шумақ өлеңін өзімді оқып берейін. Мен жастарға сенемін. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін. Көздерінде от ойнар, сөздерінде жалындар, жаннан қымбат олар бар, мен жастарға сенемін. Жас қырандар балапан жайып қанат ұмтылған, көздегені көк аспан, мен жастарға сенемін. Мен сенемін жастарға, алашатын аспанға, шығарар олар бір таңда, мен жастарға сенемін деп Мағжан Жұмабаев өскелең ұрпаққа өзінің осындай ұранды сөзін қалдырып кеткен. Осы сөздерді өз дәрежесінде ұстауға, Мағжанның аталарының аманатын жеткізуге біздің оқушылардың сөздерінің белсенділіктерін танытады. Енді оқу бағдарламасының ішкі мазмұнына тоқтала кетсек, яғни Мағжантану курсының оқу тақырыптық жоспары зерттеліп, материал мазмұны аптасына 1 сағат, жылына 34 сағатты құрайды. Бұл бағдарламада дәрістік сабақтар мен тәжірибелік сабақтар араластырылып берілген. Енді ішкі мазмұн және ақпараттық әдістемелік бөлімін біз 3 тарауға бөліп алдық. Бұл бөлім бірінші бөлімі Мағжан Жұмабаев ұлттық рухтың жаршысы деп аталады. Бұл жерге 5 сағат берілген. Яғни тақырыптары кіріспе сабақ Мағжан өмірі мен шығармашылығына шолу, қазақ халқына ортақ дара тұлға, ұлтты сүю Мағжан поэзиясының өзегі, мен жастарға сенемін өлеңінің идеясы, ұлттық рух пен отаншылдық сезім. Бұл бөлімде қолданылатын технологиялар дамыта оқу технологиясы, ой шақыру, түйін сөз әдістері арқылы ақын шығармашылығының тарихи көркемдік сипатын модульдік оқыту технологиясы арқылы Мағжан поэзиясындағы ұлттық идея, адамгершілік тақырыптары, эстетикалық көзқарасты модульдерге бөліп оқыту. Тірек сигналда технологиясы Шаталовтың ақын өмірі мен шығармашылығының негізгі кезеңдерін кесте сызба диаграмма арқылы визуализациялау.
Бағдарламаның екінші бөлімі шығармаларды талдау және идеялық мазмұнын ашу болып аталады. Бұл бөлімде төмендегідей тақырыптар қарастырылады. Яғни туған жерге елге деген сүйіспеншілік, қазақ тілі туралы поэзия, табиғат және эстетикалық таным, анаға балаға деген арналған өлеңдері, өмір мен адам болмысы жайлы ойлары, оқыту технологиялары, сын тұрғысынан ойлау технологиясы, топтастыру, болжау, қос жазба түріндегі әдістерді қолдана отырып, оқушының ойлау, талдау дағдыларын дамыту, арт технологиясы, бейнематериал, мультимедиялық бұйымдар арқылы мазмұнды терең түсіндіру, интерактивті оқыту технологиясы, ыстық орындық, автор орындағы әдістер арқылы пікір алмасу, ой бөлісу ұйымдастыру. Бағдарламаның үшінші бөлігі бұл шығармашылық жұмыспен көркемдік талдау мазмұны, яғни ішінде мынадай жұмыстар қамтылған: поэзиялық шығармаға эссе жазу, өлеңнің композициялық құрылымын талдау, кейіпкер образын сипаттау, ақын тіліне көркемдік тәсілдеріне назар аудару, қиялға ерік беру арқылы өлеңді сахналау немесе сурет салу. Оқыту технологиялары: шығармашылық қабілетті дамыту технологиясы, эссе, көркем жауап, өлең құрастыру арқылы баланың қиялы мен тіл байлығын жетілдіру. Жобалық оқыту технологиясы арқылы топтық презентация, постер, көркем сөз байқауын ұйымдастыру, оқушылардың зерттеу, іздену дағдысын қалыптастыру. Проблемалық оқыту технологиясы ақын неге осылай жазды сияқты сұрақтар мен мәтінді терең түсінуге бағыттау. Осындай жұмыстар біздің бағдарламаның ішінде енгізілген. Енді келесі сөз кезегін қасымдағы әріптесім Дана Мұратовнаға беремін. Дана Мұратовна, сөз кезегі өзіңізде. Презентацияға доступ берілді. Ақылсоветна, өзіңіз презентацияны жылжыта беріңізші, мен сөйлей берейін. Қайырлы күн, Мағжан Жұмабаев гимназиясы, директордың оқушы жөніндегі орынбасары және қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Өмірбаева Дана Мұратқызы. Дана Мұратовна, организаторды сізге беріп қойдым. Сіз өзіңіз Ақгүл, өзіңіз жылжыта беріңіз, мен айта берейін. Организаторды беріп қойдым ғой, енді мен ала алмаймын, сіз маған қайтадан өзіңіз беру керексіз. Қазір. Алдым. Нешінші бетке келдік біз? 10-шы бетке ма? 10-шы бетке. Рахмет. Мағжан тану курсының оқыту форматы мен әдістері бұл дәріс, әңгімелеу, сұрақ-жауап, пікірталас, шығармашылық тапсырмалар, әрине көбісі поэзиялық шығармалар болғандықтан мәнерлеп оқу, топтық жұмыс, өлеңдерді жатқа оқу, мазмұндау, эссе жазу. Бағалау критерийлері: өлеңді мәнерлеп оқу және жатқа айту, ақын шығармаларының мазмұнын талдау, шығармашылық тапсырмаларды орындау, сыни ойлау қабілетін көрсету. Осы Мағжан тану курсынан күтілетін нәтиже, яғни біздің 5-ші сыныптың оқушылары курстың соңында нені біліп қайту керек? Мағжан ақын өмірі мен шығармашылық туралы білімдері кеңейтіледі. Яғни бізде бастауыш сыныптарда Мағжан танудың курстары өтіледі. Соның жалғасы негізінде білімдері кеңейтіледі. Ақын шығармаларындағы ұлттық рухты, құндылықтарды бойларына игереді. Мағжан тану бойынша ғылыми жобалар жаза біледі және қалалық, облыстық, республикалық Мағжан оқуларына қатысады, нәтиже көрсетеді. Бағдарламаны сынақтан өткізу нәтижелері апробациядан өткен болатын. Бізде енді Мағжан мектептері мен Альянс мектептері жұмыс жасайды. Соның ішінде Петропавл қаласындағы Мағжан Жұмабаев атындағы мектеп-лицеймен біз 3 жыл қатарынан жұмыс жасадық. Бұл жердегі бізді бағдарламаның мақсатымен және Ақгүл таныстырып өтті. Апробация барысында біз қандай әдістемелік жағынан, қандай педагогикалық тәсілдерді жұмыс дәптері бағдарламасы және оқу құралы ретінде ол мектептерде де бұл жұмысты жандандырып жатыр. Нәтижесінде, әрине нәтижесімен бөлісетін болсақ, бұл Мағжан тану курсы ол тек қана Мағжанның өлеңдерін жатқа біліп, балаларымыз мәнерлеп оқып қана қою емес. Сонымен қатар Мағжанның қайбір өлеңдерін атап өтетін болсақ, мен жастарға сенемін, қазақ тілі, туған жер, қай өлеңін қарайтын болсақ, өлеңдері әрбір оқушыларға, өскелең ұрпаққа ұлттық рухты бойына береді.
ана өлеңді оқып отырғанда олар туған жерге деген сүйіспеншілік, өздерінің қазақ болып туғандарына, қазақ тілдеріне деген бір сүйіспеншілікті ерекше жоғарғы деңгейде патриоттық сезімге дейін тәрбиелеген ғой. Бұл арқылы біз бойындарындағы рухты тәрбиелей аламыз. Енді ол ата-аналардың пікірі, яғни оқушылар курсқа ерте қызығушылық танытып, сабақтарға белсене қатысады. Ата-аналар балалардың поэзия деген қызығушылығын артқанын және көркем сөйлеу дағдыларын дамығанын атап өтеді. Енді нақты бір жетістіктер мектепшілік деңгейде өте жеткілікті, бірақ бұл дәстүрлі түрде мағжан оқулары қалалық деңгейде, облыстық деңгейде өткен болатын. Енді әрбір жыл сайын бізде орын алып отырады. Биылғы жылғы мағжан оқуларында әрине бізде де оқушы республикаға жолдама алып отыр. Тапсырмаларға келетін болсақ, мынау мағжантану курсын біз кіріктіре оқытуға мән бердік. Оқушылардың білімін жан-жақты дамытуға, пәнаралық байланыс арқылы оқу көкжиегін дамытуға. Мысалы үшін Мағжан Жұмабаевтың шығармаларын тек әдебиеттен ғана шектелмейді ғой, сонымен қатар тарих пен терең философиялық ойлармен байланыстыруға болады. Кіріктірілген пәндер мен бағыттар, мысалы үшін қазақ тілі мен әдебиетімен біріктіріп, ол жерде мәтіндік талдау поэтикалық ерекшеліктеріне талданады. Тілдік нормалар, көркемдік құралдар, эпитет, метафора тапқызу арқылы оның тілдік құралдарына тапсырмалар беріледі. Сонымен қатар шығарма жазу, эссе, пікірталас, талдау жұмыстары қоса жүргізіледі. Келесі Қазақстан тарихымен кіріктіріледі. Ол жерде алаш қозғалысы. Енді десек те, енді 5-ші сыныптың оқушыларының деңгейінде қысқартып, түсінікті қылып жеткізілген болатын. Мағжанның тарихи тұлға ретіндегі орны айтылады. Енді жоғары кластарда, мысалы үшін педагогикамен байланыстыратын болсақ, Мағжанның педагогика атты еңбегімен байланыстыруға болады. Философиялық тұрғыда қарайтын болсақ, еркіндік, ұлттық сана, болмыс туралы Мағжанның ойлары. Өнер мен музыкаға келетін болсақ, Мағжан өлеңдерінде жазылған әндер бар, Сен сұлу, Дау дидау, Түркістан өлеңдері бар, яғни музыка сабағымен де. Поэзиялық мәнерлеп оқу, сонымен қатар Мағжанның өлеңдерін сахнада қойылымдар арқылы жеткізу. География пәнімен байланыстыратын болсақ, ол Мағжанның туған жері Сасықкөл өңірін картаға түсіру, Түркістанға барған кезде, мысалы үшін оқушылардың Түркістанға барғандағы жаңағы көрген Мағжандағы жырлаған Түркістанмен соны салыстырмалы түрде бейнелеу, Ертіс, Еділ, Алатау секілді географиялық атаулардың символдық мәніне мән береді. Шетел әдебиетіне келетін болсақ, Мағжанның аудармаларын, яғни орыс классиктерінен аударған шығармаларын дағы романтизм, қазақ романтизммен байланыстыру. Бір ғана өлеңін алатын болсақ, туған жер өлеңінде тапсырмаларына келетін болсақ, қандай әсер алдыңдар? Мағжан Жұмабаев өлеңінен туған жерге деген сүйіспеншілікті қандай жолдардан көруге болады? Бірінші біз Мағжанның өлеңіндегі Мағжанның туған жерін, Мағжанның айтайын деген идеясын талдап аламыз да, одан кейін мынау ой қозғау сұрақтар арқылы жалпы Қазақстанда қауіпті экологиялық аймақтар бар деп жаңағы мен айтқан географиямен байланыстыруға болады. Туған жер табиғатын қорғау туралы пікірталас жүргізу, қауіпті экологиялық аймақтарға адамның тигізер зиянын болдырмау туралы шараларға әңгімеге тарту, қауіпті экологиялық аймақтарға арнап өлең шығарту. Яғни бұл жерде біз Мағжан өлеңдері арқылы тек сол өлеңнің аясында ғана емес, пәнмен кіріктіруді жоспарланып отыр. Сонымен қатар әрбір өлеңі берілген кезде бірден өлеңін бастап кетпей, ол өлеңге берілген ақындардың көзқарастарын. Мысалы үшін Кәрібай Мұсырманның мына бір өлеңі бар. Арманына құрбан болып өзіңде, кете бардың үміт өшпей көзіңде, қандай асқақ жатыр екен апырмай, мен жастарға сенем деген сөзінде деп кіріспес ретінде беріп аламыз. Сонан кейін мен жастарға сенемін өлең талдатқаннан кейін барып оған берілетін тапсырмалар ол баланың құндылығына, яғни функционалдық сауаттылығына қалай берілген болатын. Өнер білім қайтсе табылар деген өлеңі бар мысалға. Ол жерде әрине өлең жолдарында сөздікпен жұмыс міндетті түрде жүріледі. Өйткені қақ жарар қара қылды деген сөздердің мағынасын 5-ші сыныптың оқушылары түсіне бермеуі мүмкін. Соған байланысты сөздікпен жұмыс жүргізіледі. Одан кейін мысалы үшін өлең сендерге ұнады ма? Ұнаса несімен ұнады? Жетелеуші сұрақтар арқылы ақынның айтпақ ойы қандай болды? Өлеңнің құрылысына талдап жасап алғаннан кейін мынадай ойға әкелуге болады. Яғни 20 жасында мына адамдар, мынау алдымыздағы отырған ақындар, жазушылар, қоғам қайраткерлері небәрі Ыбырай Алтынсарин, Міржақып Дулатұлы, Шоқан Уәлиханов, Сұлтанмахмұт Торайғырлар 20 жасына дейін не жасаған екен, соны айта келіп ой тастау.
сіздер осы жаста не істер едіңіздер, немесе 20 жасқа келгенде не жасар едіңіздер? Яғни адамды көп жасағанына байланысты емес, істеген ісіне байланысты. Яғни мен сол кезде жасармын деп емес, қазірден бастаңыздар. Қазірден ойлау болса, жеткізу болса, қазірден бастаңыз деген сияқты бір ой түрткі сұрақтармен байланысты. Сосын кәсіби бағдар ретінде өскенде кім болғың келеді? Білімсіз күні жоқ тақырыбында шығарма жазу. Балапан қанат қақты деген өлеңі бар, мысалы үшін соны әдебиет үйірме стратегиясына салу. Енді оны өздеріңіз жақсы білесіздер. Жер су атауларын картаға дәлелдеп дәптерлеріне түсіріңдер. Сонымен қатар психологиямен де байланыстырып, мысалы үшін қыс өлеңі болса, қыстың басқа әріптерін сол қыс тақырыбындағымен байланыстыру. Қыс қаһарлы қатты, ызғарлы, суық деген сияқты 5-ші класстың балаларының деңгейіне өздеріне қызықты бір тапсырмалары берілген болатын. Жалпы мағжан өлеңдеріндегі не түсіндіңдер? Өлеңде қандай кезеңдер суреттеледі? Бұл жерде 5-ші сыныптың деңгейіне іріктелініп алынды. Табиғатқа, махаббатқа арналған, өнер білімге арналған өлеңдері көбінесе. Сол өлеңдеріндегі мазмұны бойынша тарихпен байланыстырып, қандай оқиғалармен байланыстыруға болады деп. Көбінесе мынау жаңартылған білім мазмұнындағы тапсырмаларға негізделді, сонымен функционалдық сауаттылыққа, құндылыққа негізделді тапсырмалар. Өлеңдер оқып мәнерлеп жатқа айту, ол поэзиялық өлеңді оқу болса, сол өлеңнің ішіндегі өзекті мәселелерді қозғау арқылы балалардың пікір айта алу, дәлел келтіре алу, мысал келтіре алу, өздерінің қорытынды пікірін айта алу тапсырмалары берілген болатын. Мысалы үшін бір ғана несі, оқушылардың білімін тексеру тапсырмалары, топтық тапсырмаларда өлеңді мәнерлеп оқитындар, мысалы үшін өлеңді мәнерлеп оқиды. Екінші, ол жатқа айтатындар болады. Үшінші, суретке айналдыр дейді. Қазіргі таңда ең өзекті мынау әдеби көркем шығармаларды суретпен жеткізу деген, қазір комикспен салу деген бізге еніп жатыр. Сондықтан сол тапсырмаларда берілген болатын. Негізгі ойды табу және де өлең құрастыру. Әрине, мағжан тану курсы болғаннан кейін балалар мағжанға еліктеп өлең жаза алса деген оймен де өлең құрастыру тапсырмалары беріліп отырады. Енді мағжан тану курсын жүргізген аяқтағаннан кейін 90 сайын бұларда тестілеу жұмыстары жүріп отырады. Соңында тақырыпқа сай жоба жазалады, мәнерлеп оқу болады, және де мағжан өлеңдеріндегі мәселелерді алып, өздерінше бір зерттеу тақырыптарын алған болатын. Біздегі енді жылдағы, енді бір алдағы ескеретін нәрсе, мысалы үшін 5-ші сыныпқа арналды ғой. Алдағы уақытта 6-шы сынып, 7-ші сыныптарда да осыны ары қарай жандандыру. 5-ші сыныпта біз олардың поэзия деген сүйіспеншіліктерін жан-жақты дамыттық па, енді соны сатылап, деңгейлеп, кішкене көтермелеп 6-шы, 7-ші сыныптарға дейін көтеру. Әрине, бізде 9-шы сыныпта мағжан педагогикасы жүреді, 9-шы сыныпқа дейінгі аралықтарда осы мағжан тану курсын ары қарай жалғау. Бұл біздің мектеп мағжан атында берілгендіктен балалар, осы әрбір балаларымыз біздің мағжанның өлеңдерін жатқа айтып тұрса, сол мәнін түсінсе, және де жаңағы мағжан өлеңдеріндегі мәнін түсініп, өздері соны ертең өздерінің бойынан өткізсе деген ой бар. Тура мағжан болмаса да, мағжанның шығармаларындағы ойдағыдай мағжан сенген жастар болса екен деген оймен, шынайы қызығушылықпен 2016 жылы жасалған бағдарлама, бірақ осыны бекіту, осыны қорғау осы уақытқа келген екен. Осындай жұмыстарымызбен біз мақтанып айта аламыз. Сұрақтарыңыз болса? Қайырлы күн, әріптестер. Ақгүл Советовна, Дана Мұратовна, Мұратқызы, мынау авторлық бағдарламаларыңыздағы ақпарат өте құнды болды мен үшін. Жалпы сіздердің мектеп қана емес, барлығы мағжан шығармашылығын оқытқанда осы сіздердің авторлық бағдарламаларыңыз негізінде осы тапсырмалармен әр пән мұғаліміне қажет жұмыс жасай алады деген ойдамын. Рахмет сіздерге, жұмыстарыңызға сәттілік. Рахмет сізге де. Әріптестердің ойларыңызды айтып отырсаңыздар, чатқа жазуларыңызға болады, деп байланыстарыңызға.
әрбір мектеп өзі атау берілген ғой мектептерге, соны мағжан тану, абай тану деген сияқты әрбір мектепте осы ақын тану жаңағы мектебінің атауымен аталған тануларды біріктіріп бір кейін бір үлкен не жасауға да болады. Жинаққа жасауға болады екен, негізі жақсы ой. Алаштықтарды біріктіріп, мысал үшін. Тағы да бір-екі әріптес өз ойларыңызды айтып кетсеңіздер. Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Сіздердің бізге ұсынып отырған мынау әдістемелік бағдарламаларыңыз өте құнды болды. Біз енді мұны өз тәжірибемізге қолданамыз. Сіздерге үлкен алғыс. Еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Рахмет. Чатқа да жазылып жатыр екен. Қазір аратылып жазып өте тамаша. Сіздерге әрқашан сәттілік тілеймін. Жас мағжандар мектептен қазақтан ұша берсін дейді. Теміртаудан жазыпты. Әріптесім әдістемелік құралы өте құнды дейді. Практикалық мәні зор. Тиімді әдістесіздерді жүйелі түрде қамтыған екенсіздер. Тамаша дейді. Жақсы, көптен көп рахмет. Онда ешқандай сұрақтарыңыз болмаса, сонда аяқтаймыз. Қатысқандарыңызға көптен көп рахмет. Кішкене болса өздеріңіздің қоржындарыңызға бір пайдалы кеңестер алып деген үміттеміз. Рахмет сіздерге, сау болыңыздар. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар.